Назарларыңызға «Дорогой Джон» фильмі ұсынылады. Бұл фильм қысқа кездесу адамның бүкіл өмірін қалай өзгертіп жіберетінін көрсететін жүрекке әсерлі махаббат тарихы. Джон Иракта соғысып жүрген әскери қызметкер. Еңбек демалысына үйіне келген кезде ол Саваннамен танысады. Аз ғана уақыт ішінде танысса да, екеуінің арасында терең шынайы махаббат туады. Бірнеше күн бірге өткізген сәттер екеуінің жүрегінде мәңгілік із қалдырады. Демалыс аяқталған соң Джон қайта Иракқа оралады. Екеуі алыста жүріп, бір-біріне хат жазып, сезімдерін сақтауға тырысады. Әр хат сағыныш, әр жауап үміт. Бірақ соғыс пен уақыт өз әсерін тигізеді. Қатерлі тапсырмалардың бірінде Джон ауыр жарақат алады. Осы жарақат оның өмірінде, ішкі жан дүниесін де өзгертеді. Сағыну күшейіп, қашықтық ауырлай түседі. Уақыт өте келе сезім әлсіреп, ақырында Саванна басқа адамға тұрмысқа шығады. Бұл жаңалық Джонның жүрегіне ауыр соққы болады. «Дорогой Джон» сағыныш, төзім, сенім таңдауының ауырлығы және махаббаттың бағасы туралы фильм. Ол көрерменге шын махаббат күтуге тұра ма, әлде кейде адамды жіберу ең дұрыс шешім бе деген ой қалдырады.